Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 97 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы логикалық есептер, айрықша табиғи құбылыстар, солтүстік полярлық шұғыла гало. Балалар, енді бірінші есепке қарайық. Жарық көзінің айналасындағы сәулелі дөңгелек қалай аталатынын біліп ал. Атмосфераның жоғарғы қабатында өтетін және көп энергия бөлетін құбылысты ата дейді. Есепте және жауаптарды салыстыр дейді. Екі есеп берілген, үстінде сөздермен соның қайсысы қай суретке сәйкес келетінін табуымыз керек. Енді балалар, бірінші амалды орындайық, солтүстік полярлық шұғыланы. Амалдарды реті бойынша орындап, баған түрінде. Кейіннен мәнін табайық. Бірінші есептің мәні 2.005.201, яғни бұл бірінші суретке сәйкес келеді. Бұл бірінші тұрған, сонда бізде солтүстік полярлық шұғыла суреттегі. Екіншісінің мәні 8.008.909. Ол бізде гало, яғни екінші тұрған сурет осы гало болады. Енді ары қарай екінші есепті шығарайық. Сұраққа жауап бер. Айна 3 шаршыны және 3 үшбұрыш қиып алды. Ол параққа фигураларды бірінің үстіне бірін желімдеді. Айна төртінші қандай фигураны желімдеді дейді. Біз суреттен көріп тұрмыз балалар. Ең басынан бастағанда сары түсті үшбұрыш, одан кейін жасыл түсті шаршы, одан кейін сары түсті шаршы, төртінші тұрған сонда бізде қызыл түсті шаршы. Одан кейінгі үшбұрыш жасыл және беткі жағында ең бірінші тұрған ол да қызыл түсті үшбұрыш. Сонда айна төртінші болып жабыстырған фигура желімдеген, яғни ол қызыл түсті шаршыны желімдеген. Келесі үшінші есеп. Сызбадағы барлық тікбұрыштардың атауын жаз дейді. Біз көріп тұрмыз балалар, А-дан басталады, одан кейін С-дан басталады, одан кейін бізде Б-дан және Д-дан басталатын тікбұрыштар берілген. Осылардың атауларын жазайық балалар. Ең бірінші міне тікбұрыш АБМО, екіншісі АСНО, үшіншісі АДКО, төртіншісі АЕHO, бесіншісі АФПО, яғни бұл адан басталып беріліп тұрғандар. Одан кейін бұдан БСНМ, БДКМ, БЕHM, БФПМ. Әрі қарай С-ға барайық балалар. СДКН, СЕHN, СФПН, одан кейін Д-ға қарай. ДЕHK, ДФПК, одан кейін EFPH болады. Осылардың барлығын толық жазайық балалар. Енді төртінші есепке қарайық. А суретте неше үшбұрыш бар? Ә және Б суреттеріне қара, жүргізілген кесінділер арқылы неше жаңа үшбұрыш қосылғанын сана дейді. Енді балалар А суретіне назар аударайық. Бізде үлкен бір үшбұрыш берілген. Ортасынан бір кесінді жүргізіліп, үшбұрыш тағы да екі бөлшекке бөлінген. Сонда сыртынан санағанда біреу, ішінде екеу, бергі бөлікте үшеу. Яғни бізде А суретінде 3 үшбұрыш бар екен. Одан кейін Ә суретіне қара дейді. Ә суретінде бізде бір үшбұрыш берілген, екі кесінді жіберіліп, ішінен үшеуге бөлінген, сыртын санағанда біреу, одан кейін мынау екі үшбұрышты қосқанда екеу болады, одан кейін ішінен үшке бөлінеді, сонда бізде 6 үшбұрыш жүргізілген, кесінділер арқылы 5 жаңа үшбұрыш қосылған, ал Б суретінде 10 үшбұрыш бар, жүргізілген кесінділер арқылы 9 жаңа үшбұрыш қосылған. Енді балалар 5-ші есепке қарайық. Бөліндінің мәні мен қалдықты ата дейді. Бізге бөлінгіш, бөлгіш берілген, яғни бөліндінің мәнін тауып, кейіннен қалдықты табуымыз керек. Ең бірінші 389-ды 9-ға бөлуіміз керек. Баған түрінде орындаймыз. 389-ды 9-ға бөлеміз. Сонда бірінші 4-тен береміз. 36 болады. 38-ден 36-ны азайтқан кезде 2 қалады. Одан кейін 9 түседі. Сонда 29-дан 9 3-тен береміз. Сол кезде 27 болады. 29-дан 27-ні алсақ, бізде 2 болады. Яғни бөліндінің мәні 43, қалдық 2. Екінші 3890-ды 9-ға бөлеміз. Бірінші 4-тен береміз, 36 болады. 2 қалады 29, қайттан 3-тен береміз, 27 болады. 2 қалады 0 түседі. 2-ден береміз, 18, 20-дан 18-ді алсақ, бізде 2 қалдық қалады. Демек, екінші есептегі бөліндінің мәні 432, қалдық 2. Одан кейін 38.900-ді 90-ға бөлеміз. 4-тен береміз. Сонда 360 болады 94-ге көбейткен кезде. Бізде 29 қалады. 1 0 түседі. Енді 90-ды 3-тен береміз. Сонда
3-тен берген кезде 270 болады. 290-нан 270 азайтсақ, бізде 20 қалады, 0 түседі. Одан кейін 2-ден береміз 90-ға, 180 болады. 200-ден 180-ді алсақ, бізде 20 қалдық қалады. Енді 389 90-ға бөлеміз. 4-тен береміз. Сол кезде 360 болады. Одан кейін 29 қалып 0 түседі. Енді біз 3-тен береміз. Сонда бізде 270 болады. 290-нан 270 айтсақ 20 қалады, 1 0 түседі. 2-ден береміз. 92-ге көбейтіп 180, 200-ден 180-ді алсақ, бізде 20 қалады. Тағы 1 0 түседі. 92-ге көбейтеміз 2-ден беріп, яғни сонда 200-ден 180-ді алсақ, бізде қалдық 20 болады. Яғни төртіншісі бөліндінің мәні 4-дің 3-і 22, қалдықтың мәні бізде 20 болады. 6-шы есеп. Әр фигурада неше текше бар дейді. Бізге қабырға және диван берілген. Енді беткі бөліктегі текшелерді санаймыз. Бізде 11 текше бар. 11-ді, яғни бұл қатар болып тұр ғой, астынан үстінен. Сол себепті 11-ді 2-ге көбейтеміз. Ал белгі бұрышта бізде 5 текше бар. Соны қосамыз. Сонда 11-ді 2-ге көбейтіп 5-ті қосса бізде 27 шығады. Келесі диван. Диванда балалар бұл жерде мына жоғарғы жағында 1, 2, 3, 4, 5 бар. Ал қырынан санағанда 1, 2, 3 бар. Ұзындығынан бұлай 3 бар. Алдынан 5 бар. Сонда 3-ті 5-ге көбейтіп, оған қосамыз. 5-ті 2-ге көбейтіп. Сонда бізде бұл жерде екеуін қосамыз, және бірінші және екінші болып тұр ғой, қарамен белгіленген. Қара түспен белгілем көрсетіліп тұр ғой. Соны қосқан кезде бұл жерде 27 болады. Яғни диванда 27 текше бар. 7-ші есеп. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. А есебі. Қоймада 40 000 дәптер бар. Оның 8 000-ы жолды, ал қалған торкөз дәптер. Қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда неше есе кем дейді. Алдымен есептің шартын құрайық. Жолды дәптер 8 000, торкөз дәптер бізде белгісіз. Барлығы 40 000. Енді шешуі 40 000-нан 8 000-ды аламыз. Бізде 32 000 болады, торкөз дәптер 32 000. Ал енді неше есе кем деген табу үшін оны біз 8 000-ға бөлеміз. Сонда бізде 4 болады. Жауабы қоймадағы жолды дәптер торкөз дәптерге қарағанда 4 есе кем. Екінші әсінде қоймада 40 000 дәптер бар. Оның 8 000-ы жолды, ал қалғаны торкөз дәптер. Торкөз дәптер 100 данадан қораптарға бөлініп салынды. Торкөз дәптер неше қорап болды дейді. Шартын құрамыз. Жолды дәптер 8 000, торкөз дәптер қалғаны барлығы 40 000. Бөлінді 100 данадан. Сонда шешуінде біз 40 000-нан 8 000-ды алып тастаймыз. Және оны бөлініп салынған 100 данадан салынды ғой, соған бөлеміз. Сонда 320 болады. Жауабы торкөз дәптер 320 қорап болды. Енді есептің басында жылыжайда 2 тонна қызанақ өсірілді, оның 569 килограммы базарға жөнелтілді, ал қалғаны әр жәшікке 27 килограммнан бөлініп салынды. Қызанақ салу үшін қанша жәшік қажет болды дейді. Бізде барлығы 2 тонна болды. 2 тонна бұл 2000 килограмм деген сөз. Ал жөнелтілді 569 килограмм, әр жәшікке 27 килограммнан салынды. Және бізде енді қанша жәшік қажет болғанын табуымыз керек осы қызанақты салу үшін. Сонда шешуде біз бірінші барлығынан жөнелтілгенді алып тастаймыз, 2000-нан 569-ды, және әр жәшікке салғанды біз оны бөлеміз. Онда бізде 53 болады. Яғни есептің жауабы қызанақ салу үшін бізге 53 жәшік қажет болды. Келесі ең соңғысы высы. Бірінші фермер 3 гектар жерден алған болгар бұрышының түсімділігі 25 тонна гектар. Ал екінші фермердің 2 гектарға алған болгар бұрышының түсімділігі 37 тонна гектар. Екі фермер барлығы қанша тонна болгар бұрышын жинады дейді. Алдымен шарт құрамыз. Бірінші 3 гектардан 25 тонна гектар. Екінші 2 гектардан 37 тонна гектар. Шешуі сонда олардың шешуін шығару үшін біз бірінші және екінші фермерлердің алған жерлеріне олардың алған түсімділіктерін көбейтеміз. Сонда 3-ті 25-ке көбейтеміз 75, оған қосамыз 37-ні 2-ке көбейтеміз 74. Екеуін бір-біріне қосқан кезде 149 тонна болады. Сонда жауабы 2 фермер барлығы 149 тонна болгар бұрышын жинады.
Келесі бізде 8-ші есеп, амалдар бойынша жаз және есепте дейді. Біріншісі, 13440 бөлінген 32 бөлінген 7 қосылған 7 көбейтілген 123. Бірінші амал, 13440-ты 32-ке бөлеміз, 420 болады. Осы 420-ны 7-ге бөлеміз, 60 болады. 7-ні 123-ке көбейтеміз, үшінші амал бізде 861 болады. Және төртінші амал, 60-қа 861-ді қосамыз, сонда бізде 921 шығады. Бірінші есептің жауабы 921. Екіншісі, 8573 азайтылған 4422 бөлінген 2 азайтылған 1567. Бірінші біз 4422-ні 2-ке бөлеміз, сонда бізде 2211 болады. Одан кейін екінші амал, осы 8573-тен шыққан мәнді азайтамыз. Сонда бізде 6362 болады. Үшінші, 6362-ден біз 1567-ні азайтамыз. Сонда есептің жауабы 4795 болады. Үшінші, 7924 азайтылған 5832 бөлінген 2 азайтылған 3822. Бірінші амал, 5832-ні 2-ке бөлеміз, 2916 болады. 7924-тен біз осы 2916-ны азайтамыз. Сонда 5008 болады. Енді 5008-ден 3222-ні алып тастаған кезде 1186 болады. Төртінші, 509 көбейтілген 603 азайтылған 999999 бөлінген 11 қосылған 3982. Бірінші көбейту орындалады. 509-ға 603-ті көбейтеміз. 509-ға 603-ті көбейтсек, 306927 болады. Екінші, 999999-ды 11-ге бөлеміз, 90909 болады. Үшінші амал, осы 306927-ден 90909 азайтамыз. Есептің жауабы бізде 216018 болады. Одан кейін 216018-ден біз 3982-ні қосамыз. Сонда есептің жауабы 220.000 болады. Келесі бізде 5-шісі, 8535 азайтылған 1579 бөлінген 4 қосылған 3456. Ең бірінші жашашы орындалады. 8535-тен 1579 азайтамыз, сонда бізде 6956 болады. Енді жашасатындағы 4-ке 6956-ны бөлеміз, сонда бізде 1739 болады. Одан кейін 1739-ға 3456-ны қосамыз, сонда есептің жауабы 5195. Алтыншысы, 12789 азайтылған 8845 бөлінген 4 қосылған 26922. Шақшаның ішін бірінші орындаймыз. 12789-дан 8845-ті азайтамыз. Сонда бізде 3944 болады. Одан кейін 3944-ті 4-ке бөлеміз, 986. 986-ға 26922-ні қосамыз. Сонда есептің жауабы мәні бізде 27908 болады. Осымен балалар, біздің 8-ші есебіміз аяқталды. Енді 9-ші есепке қарайық. Артық фигураны тап делінген. Артық фигураны табу үшін бірінші түстерге қараймыз. Екінші, үшінші түстер берілген фигураға сәйкес келеді. Ал бірінші түсте бізде 2 сары берілген. Демек, 9-ші есептегі артық фигура бұл біріншісі болады. Яғни біріншісі сәйкес келмейді. Ал 2 мен 3-тің түстері бір-біріне сәйкес келеді. 10-ші есеп, суреттерде неше шаршы бейнеленген дейді. Бірінші тұрған астында бізде 5 шаршы бейнеленген. Ішінен 4-ке бөлінген, сыртымен қосқанда 5-еу. Одан кейін әсінде бізде 14 шаршы берілген, ал бысында 36 шаршы бейнеленген. Балалар, осымен бүгінгі біздің 97-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоларыма лайк басыңыздар. Менің каналымнан сіздер 4-ші сынып математика, 3-ші сынып математика және 4-ші сынып қазақ тілі пәндерінің тапсырмаларын көріп, бірге орындай аласыздар. Сау болыңыздар.